сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? 6 сыныптың қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қалмақан Әбдіқадыров Қажымұқан повесі. Бағалау критерийлері: әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжеттік желісін анықтай алады. Қызығушылықты ояту. Құрметті оқушы, сіздерге екі түрлі мәтін берілген. Осы мәтінді аяқтап көріңіздер. Бір қолтығына қайғы, бір қолтығына қуаныш құшақтап тұрған баланың атын мықты болсын деген тілекпен Мұқан қойды. Денелі баланың асырауы қартайған Айсарға оңай соқпады. 3 адамға бөлінетін жалғыз сиырдың сүті сәбиді жарыта алмады. 5-6 ай өткен соң бір сиырдың сүтін түгел берсе де тоймады. Екінші мәтін. Бала еңкейе беріп, кеспекті иығымен нығырақ тіреп қағып жіберді. Астына салған ломдар мен қадағаштар шатыр күтіретіп, біріне бірі қағысып, бастары шошаңдасты да 30 пұт тоңмай құйған кеспек 2-3 қаққанда жерге ұшқан ебелектей домаланып, сарайдың есігіне барып та қалды. Бірінші мәтін бойынша аяқтасақ, дағдарған Айсары мұңайтпасты өзінің төркініне жіберіп, бір сауын сиыр сұратып алды. Сөйтіп жүріп, немересін аяқтандырып, ауыл қыдырып, ірімшік құрт сұрап асыраған еді. Бұл жердегі Айсары ол Мұқанның әжесі. Екінші мәтін бойынша: ей, мынауың не істеп жіберді? Не істегенін көрмей тұрмысың? Оның орнынан қозғай алмаған кеспекті шанаға апарып салып қойды. Жарайсың. Олай болса, келесі тапсырмамызға көшейік. Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Қажымұқан қазақ топырағынан қуат алып, өзінің ерен күшін қажырлы еңбегі мен азаматтық намысына жаныған, жоқшылық өмірдің қазанында құрыштай қайнап шыныққан орасан күш иесі. Ол күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған. Әлем сахнасында бұратана халық атанған еліміздің елеусіз тұсының өзінде Қажымұқандай балуан атын әйгілеп, әлемді таң қалдырған аты аңызға айналған балуан 28 мемлекетте күреске түсіп, 56 медаль иеленген. Олай болса, осы Қажымұқан повесінің авторы ол Қалмақан Әбдіқадыров. Қалмақан Әбдіқадыров осы Қажымұқан повесінде прологта, яғни кіріспе бөлімінде былай деп жазады: Қалмақанның үйі осы ма? Деген қомақты үн үй алдындағы басқыштан естілді. Мен де ауыз үйге шығып үлгеріп, жиде ағашының бұтақты бүгілінен істеген тоқпақтай жуан қолдың саусақтарын ұстап тұр едім. Көрмеген кісі де оны бейнесінен тани беретін Қажекең екен. Қалмақан Әбдіқадыровтың Қажымұқан повесінде балуанның бала күннен күрескер кезіне дейінгі қалыптасу жолы танылады. Жазушы өлең сөзге ел ішіндегі аңыз жыршылар шерткен әңгіме хикаяларға бала күннен үйір болған. Оның өз жанынан өлең шығарып, әзіл оспақ айтуы 13 жасынан басталған екен. Қажымұқан повесінде қазақ халқының атақты палуаны, классикалық күрестің дүниежүзілік чемпионы Қажымұқан Мұңайтпасұлының өмір жолы қызықты да тартымды баяндалған. Олай болса, құрметті оқушы, алғашқы тапсырмамызға көшейік. Талқылау бұрыш әдісі. Тапсырманың дескрипторы. Тақырып бойынша ойын білдіреді. 1 балл. Шығарманың жанрын анықтайды. 1 балл.
идеясын түсіндіреді 1 балл, шығарма бойынша 3 дерек келтіреді 2 балл. Олай болса, құрметті оқушы, іске сәт. Рахмет. Онда қымбатты оқушы, жауабымызды салыстырып көрейік. Жауапты тексер. Тақырыбы: қазақ халқының тұңғыш кәсіпқой палуаны Қажымұқан Мұңайтпасұлының өмірінен жазылған өмірбаяндық повесть екен. Бұл шығарманың жанры Қалқаман Әбдіқадыровтың Қажымұқан туындысы проза, оның ішінде повесть жанрына жатады. Повесть баяндау түрінде қара сөзбен жазылған оқиғалы көркем шығарманың түрі екен. Шығарманың идеясы Қажымұқан Мұңайтпасұлының мінез құлқын, өмір жолын тақырып етіп алып, әлем таныған палуан болуы жолындағы талпынысын жеткізеді. Шығарма бойынша Қажымұқан Мұңайтпасұлы туралы 3 дерек. 30 пұт көтерген палуан, өзге бала асық ойнаса, ол сиыр жылқының топайын жинап, өз алдында ойнай береді. Жауырыны жерге тимеген атақты палуан болды. Жарайсыз. Құрметті оқушы, сіздің де жауабыңыз осы жауапқа ұқсас болды деген сенімдемін. Рахмет. Олай болса, қымбатты оқушы, келесі тапсырмамызға көшейік. Шығарманың сюжеті бойынша сәйкестендіру. Басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі. Дескрипторы: хикаяттың мазмұнын біледі 1 балл, сюжеттік желісі бойынша сәйкестендіреді 2 балл. Рахмет. Онда қымбатты оқушы, жауабымызды салыстырып көрейік. Жауапты тексер. Басталуы: Мұқанның саудагер Иван Ногичке жалданып жұмыс жасауы. Дамуы: Масликовтың үйіне жалшылыққа тұруы. Шиеленісуі: Мұқанның төбедей болып шөп үйілген шананы қораға атсыз сүйреп кіруі. Шарықтау шегі: Иван Лебедевтің мектебінен дәріс алуы. Шешімі: Мұқан Париж сахнасында өнерін көрсетіп, құрметке бөленуі. Жарайсың. Мен сенімен мақтанамын. Олай болса, қымбатты оқушы, келесі тапсырмамызға көшейік. Білет сұрақтар. Күш білекте емес жүректе деген мәтел шығармамен ұштаса ма? 1 пұт қанша килограммға тең? Кіресін алу дегенді қалай түсінесің? Қасқыр, аю, қабан дегендер ит емес пе? Иттен кісі қорқа ма деп кім айтты? Мұқан туралы тегі жай бала емес деп кім айтты? Білет сұрақтың дескрипторы сұрақтарға жауап береді 2 балл. Онда іске сәт. Рахмет. Сіз білет сұрақтарға дұрыс жауап берді деген сенімдемін. Олай болса, рефлексия. Маған бәрі түсінікті, маған бәрі анық емес, мен бәрін түсінбедім және көп қателер жібердім. Құрметті оқушы, орындалған тапсырмаңызды рефлексияны WhatsApp чатына жіберуді өтінемін. Сабаққа қатысқаныңызға алғысымды білдіремін. Көріскенше күн жақсы болсын. Сау болыңыздар балалар.